Сондықтан бұл жерде Қытай адам жетпей жатқан жоқ. Адамына жұмыс таба алмай, зауыттары жабылып, өздері бақашаян жеп, қарнын қамдай алмай, экономикалық тығырыққа тіреліп, енді Америкамен қайта жарасам деп жеткен қазаққа, ане жердегі 5 миллион қазақ неменеге керек? Бәріне паспортың беріп, көшім десең, мә көш деп жібермей ма? Олар Қазақстанның қазақланғанын қаламайды. Олар Қазақстанда ұлттық қазақы мемлекеттің орнағанын қаламайды. Гәп осында жатыр. Олар ана жақтағы қазақты Қытай қылып жұтып алып, қазақтың еркегінен ұрық алып, қазақ қыздарының жатырынан өзінің ұрпағын өрбітіп, оны тұтасымен Қытай қылып жойып жұтып алмақ, ал Қазақстанды дүбәраланған мемлекет жасамақ. Оларға Қытайдың қазағы келіп, елге ел қосылып, сол қазақтар Қазақстанда бір күшті, қуатты, ұлттық демократиялық мемлекеттің құрғаны Қытайға керек емес. Оларға Қазақстанның орыс тілді болып, дүбәра болып, діні жоқ, тілі жоқ, бір дүбәра кім ақша берсе соның құлы болатын, қақақада шақақа әңгүймен жүретін, Қытай бақа шаян берсе дәмдекен деп жеп алатын, Қытайдың жігіті келсе қызын беріп, өзі Қытаймен құда болдым деп қарқылдап күліп отыратын, намыстанбайтын, қарағада басқағада қызын беріп, қаразеңгіге де қызын беріп, құдан бәленше деп ұялмай қызармай, онымен потаға түсіп, желіге салып, мен мынау бәленше қаразеңгімен құда болдым деп намыстанбай отыратын, иіс алмас арсыз қауым жасамақшы. Міне, анау 80 жылдарда бізде ағалы қарындас екеу ақ болды. Әкелері, шешелері ерте кеткен. Сонда сол жалғыз қызды, жетім өскен жалғыз қызды Қытайлар айналдырып, соны Қытайменен жүріп, үйленеді екен деген сөз шыққанда, соның ағасы қарындасын асып өлтірді. Соны бүкіл ел жұрт соны жасырып, жауып сақтап қалды. Кейін Қытайға тиетін қыз қаптады, көбейді. Ондай намысты еркек қалмады. Тіпті ең соңында ел жұрттың алдында беделді деген қазақтың өзі Қытаймен құда болғанын мақтанып ел жұртқа айтатын деңгейге барды. Ой, ішкі Қытайға барды, құдамыз бүйтіп күтіп алды дейтін әңгімені ұялмай қызармай айтатын қазақты да көрдік. Қытайға жүріпті, Қытайға енді тигелі жатыр дегенде намыстанып, қарындасын асып өлтіретін қазақтың тұқымы құрды. Бұрын сол қазақтың қызы Қытайлармен араласып жүр дегенде, сол қыздың туыс-туғаны тесікке кіріп кететін. Басын көтере алмайтын. Топты жерге барғанда бетіне басатын. Сол әулет, сол рудың бетіне басатын. Ай, Қытаймен құда болып, қарық болайын деп жатсыңдар ма деп сөзге қалатын. Міне, ассимиляция қайда жатыр. Мен бұл жердегі менің айтайын дегенім бір қауымнан бір қауымды артық, бір қауымнан бір қауымды төмен қояйын дегенім емес. Біз қияметке дейін қазақ болып қалсақ болғаны. Орыс демес, Қытай демес, араб демес, түрік демес, қазақ болып қалу керекпіз. Осыны білуге тиіспіз. Бүгінгі сөзімнің түйіні осы. Негізгі түйіні осы. Ал енді әлгіндегі кісілер менен тағы да осы тәуелсіздік тақырыбы туралы сұрады. Сен қазақтарды indigenous people демесең, онда қазақтардың Қытайдан тәуелсіздік алуын қолдайсың ба дейді. Енді бұл сұрақтың өзі күрделі сұрақ, сондықтан бұл сұраққа жауап беру үшін өте ұзақ уақыт лекция сөйлеу керек. Мен оны 2019-2020-дағы лекцияларымда айтып қойдым, сондықтан бұл арада қайталамай-ақ қояйын. Бірінші, дәл қазіргі қазақтың Қытайдан тәуелсіздік талап қылатын шамасы жоқ. Біз көрпеге қарап көсілеміз. Екінші, адамзат тарихында ту көтеріп ап ереуілдеп жүріп тәуелсіздік алған бір халық факт бойынша тарихта тіркелген жоқ. Тәуелсіздік деген қан жоса шайқаспен, соғыспен келеді.
Сондықтан мен қазақтарды ту көтеріп ап Қытайдан тәуелсіздік талап қылам деп жер әлемде айғайлап жүрмей-ақ қойсын деп отырмын. Себебі одан нәтиже жоқ. Өнбейтін тірлік істеудің керегі жоқ. Өспейтін өнбейтін дауды қуады дейді. Өнбейтін дауды қуудың керегі жоқ. Бізге Қытайдағы қазақтардың дәл қазіргі сәтте қолына паспортын алып, Қытай билігі олардың паспорт жасау құқын шектемей Қазақстанға жібергені бірінші. Қазақстанда қазақтың көбейгені бірінші. Қазақстанда қазақ тілді қазақтың көбейгені бірінші. Қазақстанда рухы сынбаған, кәдімгі мен қазақпын деп кеудесіне нам піскен өркөкірек қазақтың, өршіл қазақтың көбейгені бірінші керек. Сондықтан бізге дәл қазір анау ал империямен алысып, жұмыртқаны тасқа ұрсаңда, тасты жұмыртқа ұрсаңда сынатын жұмыртқа. Және өнбейтін жай ұранмен, ереуілмен ешкім тәуелсіздікті саған жан ашып, ойбай сен 100 рет ереуіл өткізіп қойдың, мә ала қой деп тәуелсіздік бермейді. Біздің айтқанымыз тарих. Тарих Францияның Бәленбай облысы бұрын Германиянікі болған, Германияның Түгенбай облысы бұрын Франциянікі болған деген сияқты тарих. Біздің саяси күрестегі тактикамыз сол жердегі қазақтың адамдық құқығын қорғау. Қытай олардың адамдық құқығына қол сұқса, біз өре түрегеліп дүние жүзінің көмегімен пайдаланып, Қытайға санкция салғызып, қазақтардың адамдық құқығын қорғаймыз. Қытай ол жердегі қазақтардың паспортын бермесе, Қазақстанға жібермесе, өре түрегеліп құқын қорғаймыз. Миллиондап қамаса, өре түрегеліп құқын қорғаймыз. Ал Қытай ол жердегі қазаққа тимей, анау Дэн Сяопин заманы, анау Жаң Зимин заманы, Ху Жинтау заманы сияқты тимей, өз еркімен бейбіт өмір сүруіне жол берсе, онда болды. Біздің бұл кемеде жүгіміз жоқ. Бұл түйеде жүгіміз жоқ. Ол жердегі қазақ қорлық көрмей, зорлық көрмей, адам сияқты жасаса, біз тауға шығып, қойымызды бағып, атымызды мініп, қымызымызды ішіп жүре беруге дайынбыз. Бірақ ол деген сөз біз күрес жолынан қайтты дегенді білдірмейді. Қытай қазақты қайтадан қысса, кез келген сәтте қайтадан атқа мінеміз. Және бірі, Іле Алтай, Тарбағатай, Буратал, Санжы, Баркөл, Мори, Боғдаға дейінгі бұл жер бізден басқа бір халық жаулап алған жоқ. Оны шүршіттер Қытай жаулап алды. Одан Қытай республикасы мұраға алып қалды. Одан Қытай халық республикасы мұраға алып қалды. Бұның қазіргі ол жердегі қазақтың үшінші қожайыны, бірінші қожайыны шүршіт болды. Екінші қожайыны Қытай республикасы болды. Үшінші қожайыны Қытай халық республикасы, яғни коммунистер болды. Біз ол жерді алсақ, оны тарих көрсетеді. Бірақ біз бүгінгі күнде ол саяси күресті қозғамағанымызбен, біз адамдық құқық күресін қозғаған. Бір. Екінші, қазақтың басына қандай да бір заман, мейлі біз бұл дүниеде бар болайық, мүмкін біз өлеміз, мүмкін бізден екінші ұрпақ, үшінші ұрпақ, ол жердегі мүмкін Қытай компартиясы бір жақсы, жұмсақ саясатқа көшеді, бірінші мүмкіндік. Екінші мүмкіндік, Қытай компартиясы құлап, ол жерде бір демократия орнап, мүмкін бір үлкен федерация құрылады. Тибет, Моңғол, Ұйғыр, Қазақ, Дуңған, Хмон, басқа-басқасы бар. Сөйтіп сол еді. Бұл кезде де демократия құқын талапы. Мүмкін Қытай тас-талқан болып, бұт-жыт болып, Совет одағы сияқты бөлшектеніп, Совет одағы сияқты тас-талқан болып бөлшектеніп, ол кезде Моңғол өз бетіне, Тибет өз бетіне, Хмон өз бетіне, Дүнген өз бетіне, Ұйғыр өз бетіне кетсе, біз қазақтар сол заманда ата-бабаның жеріне ие болуға тырысу керекпіз. Бір. Екінші, сол жердегі қазақ қорғансыз қалмау керек. Ұстағанның қолында, тістегеннің аузында кетпеу керек. Міне, бұл біздің тарихи міндет. Бірақ қазіргідей әлсіз кезімізде біз тек адамды құқықты айтамыз. Бұл тактика. Ал ол жердің ежелгі қазақ хандығының басып алынған жер екендігін айту, ол тарихты айту. Ол тарихты айту. Ал саяси күрестің тактикасы адамдық құқық.